міне заказ түсті, қараңыздар. Уаля дейсің ғой, 5 точка. Зато бір жерден алам да 5 жерге апарам ғой. Склад Садыхан дейді. Баратын жеріміз 3 минут беріп тұр, жақын жер мен не жаққа қарай, Новый вокзал жаққа қарай. Ассалаумағалейкум достар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен Демежан. Бүгін жоспардан тыс бейне ролик түсіріп отырмын. Бүгінгі бейне роликтің тақырыбы болғанда бейне роликтің мақсаты да емес, қалай айтсам. Бүгін бейне роликте, бір сөзбен айтқанда, бүгін бейне роликте азанда таңғы сағат 8-де, негізі 7-де шықайын деп едім, қайтадан ұйықтап қалдым. Таңғы сағат 8-ден бастап жеткізуде тапсырыстар бар ма, қандай тапсырыстар, сол сұрақтарға жауап береміз, осыны көрсетемін. Және де 10 мың теңгені сол 8-ден бастап неше сағатта табады екенмін. Әлі 2 сағат болды жұмыс істеп отырмын, достар. Таңғы сағат 8-де шықтым. Таңғы сағат 8-де, бірақ километражым аздау. Өйткені заказ күтіп отырдым. Қазір бәрін көрсететін боламын. Қайтадан Madness деген клубника жасайтын жерге келдім. Қазір көрсетейін, достар. Міне, достар, Madness деген магазинге қайтадан келіп отырмын. Қайтадан осындай міне кешегідей клубника беріп жүреді, бірақ қоршау несіз. Міне получил деп басайын. Получил деп басайын. Так, получил, кеттік. Туран 34 тропырге апарады екенбіз. Міне, достар, бүгін нәтижемді көрсетіп қойайын. 4 тапсырыс емес, 3 тапсырыс, достар. 3 тапсырысқа 3423 теңге. Бір тапсырысты некеді почему-то есептеп отыр. Міне, екеуі отмена болды, біреуін тапсырысқа есептеп отыр. 1100 сағат 8-ден 13 кеткенде түсті. Біреуі 8-ден 49 кеткенде түсті. 1120, біреуі 9-дан 27 кеткенде түсті. Міне, 4-ші тапсырыс түсті. Сол 10-ға таман кеп алып кеттік оны. Оның бағасы 1280 теңге, 1600 ғып төлеп береді, достар. Мен қасағат тез орындау керек. Өйткені 10-нан 11-ге дейін 1700-ден. Бір 100 теңге разница, бірақ сонымен де тиімді болады. Тез заказдарды орындау керек. Телефонымда память аз, содан мен негізі жоспарламадым бүгінгі бейне роликті түсіру. Бірақ енді айткенмен қысқа қылып түсірейік. Көп уақыт емес, бір 10 минут шамасында нәтижемді көрсетем. Ол так, міне 28 градус ауада. Бүгін күн айбат, достар. Ыстық емес. Негізі бүгін толық жұмыс жасаймын, бірақ сіздерге 10 мың теңгені қай уақытта табатынымды көрсетейін. Міне қазір километраж көрсеңіздер, 12 километрде уже 3 мың теңге тауып отырмын. Негізі таксиде салыстыра кетеміз, және таксимен көрдіңіздер ме? Білесіздер, менің алдыңғы роликтерімде орыс тіліндегі Демежан Про такси деген каналымдарында бар. 7-ден бастап 10-ға дейін 3 сағаттың ішінде 10 мың теңге табуға болады екен. 8-ден бастап где-то 11:30-ға дейін 3,5-4 сағаттарда 7 мың мен 10 мың арасы табамыз. Сол ерте шыққанмен табысымыз көп болады екен, мен сіздерге көрсеттім. Сондықтан ерінбей, ертелік шығып табысымызды ұлғайтамыз, табыс табамыз, жұмыс істейміз, ерінбей. Осы міне кеттік, жұмыс істейік. Сағат 12-лерге таман 10 мың теңге болатын шығар уже деп ойлаймын. Кеттік. Достар, қарап отырсаңыздар, Арлем деген магазин дейді. Міне Арлем деген магазинге келдім. Қабанбай Батыр 58-де. Мынандай міне пакетті уже беріп жіберді. Негізі осы тапсырысты пропускать етіп жіберейін деп едім. Отмена қылып. Өйткені активность 87, содан пропускать ете алмадым. Өйткені бұл, достар, ұзақ заказ міне. Қазір получить дейікші міне. Получить, посылка получена, готова. Бізге 19 минут беріп тұр. Яндекс, бірақ навигатормен 20 минутта баратын шығармыз. И бағасы оның 1350 теңге, достар, 1700-ге төлеп береді. Осындай уақытта, және 10 мен 11-дің арасында қысқа заказ қабылдаған дұрыс та, тез орындайсың, 1700 теңгені аласың. Сонымен 2 заказ, 3 заказ орындап тастасаң, табысың жоғары болады да. Жарайды, активность түс қалды, сонымен сөйттіген қайтеміз. Бірақ все равно тиімді орындаймыз, жыламаймыз. Тек қана алға дейсің ғой. Кеттік. Яндекс таксиде табысыңызды ұлғайту үшін ең алдымен серіктесті дұрыс таңдау қажет. Колеса такси таксопаркын таңдадым. Өйткені осы парк барлық қажетті талаптарға сай келеді. Олар ең біріншісі сенімділік. Әрдайым қолдау орталығы байланыста. Ақшаңызды жылдам әрі тәуліктің кез келген уақытында шеше аласыз. Күшті акциялар мен бәйгелер әрдайым ұйымдастырылады. Шамамен әр қалада таксопарктың кеңселері бар. Такси жүргізушілері мен курьерлерді тіркейді. Әр апта сайын бәйге ұйымдастырылады. Курьерлер арасында бәйгенің 30 қоры 350 мың теңге.
Такси жүргізушілер арасындағы 30 қоры байген әр апта сайын 750 мың теңге, достар. Дәл қазір осы номерге жеке куәлігіңді немесе жүргізуші куәлігіңді, тех паспортыңды жібер. Таксопаркқа менімен бірге тіркел, табысыңды көтер. Достар, мен мынарада 5-ші подъездге келдім, Байтұрсынова 10. Қазір бір қызық айтайын. Достар, Байтұрсынова 10-ға 10-2-ге әкелдім. Сағатқа қарайым, оннан 56 кетеді ғой, тапсырыс берген кезде. 1350 теңге жаңағыдай шықты. Сосын 4 минутым бар, тез завершать етіп, қазір заказ қабылдайық деп қоям. 1710 ғой, все-таки вдруг қысқа заказ түсіп қалады деп. Заказ түсті, достар, заказ түсті. Қазір разворот жасап айында көрсетейін заказдың түрін. 10:59, 3 минут болды заказ түскеніне. Міне заказ түсті. Қараңыздар. Уаля дейсің ғой, 5 точка. Зато бір жерден алам да 5 жерге апарам ғой. Склад Садыхан дейді. Баратын жеріміз 3 минут беріп тұр, жақын жер мен не жаққа қарай, Новый вокзал жаққа қарай. Осындай міне, достар. Осы жерден разворот жасап алдым. Қызық болсын, орындайын, достар, орындайын. Қанша бағасы шығады екен, бәрін көрсетейін, қанша уақыт кетеді екен. Итак, бір 10 вручениеміз бар ғой бүгін уже, осыны орындап тастаған соң. Осындай да заказдар болады екен, достар. Кеттік, орындай, қарап отырыңыздар, бағасы қанша шығады екен. Жігіттер бәрі 5 заказдан алып кетіп отыр мына складтан. Неше точка бар адам? 5 точка ма? Менде де 5 точка, бәрімізде 5 точка. Базар жоқ екен. Мына жігіт мотокурьер, мына жігіт автокурьер, ода да 5 точка. Міне, Садыхан деген склад. Здрасте. Новый заказ напишите. Достар, мен алдым, өзім жинап алып, жаңа полка видеоға түскен болса полкаларды көрдіңіз ғой. Короче, даптерге өзің жазасың да, ана полкадан өзің іздеп, өзің алып кете бересің заказдарды. Жаңа алдында 2 курьер болды, 5 заказдан алып кеткен. Артынан тағы бір автокурьер, бір мотокурьер тағы да келді. 11-ден 11 кетті, загадываем желание, достар. Солай заказдың көкесі осында болды екен ғой, мына Садыхан деген аптеканың склады. Осында келу керек қой, мотокурьер болса, осы жерден линиядан бастау керек қой. Әне кетіп барады. Міне, бір автокурьер, бір мотокурьер. Жаңа келгенде бір автокурьер, бір мотокурьер болды. Мен пока заказ жинағанша тағы бір автокурьер, бір мотокурьер келді. Так. Тағы бір Яндекс деген брендированный машина келді. Заказдар ан жерде жетеді. Полкадан іздеп талмай қойғасын ғой, әрең іздегесің ғой, жерде көп, бір 50 шақты дәрілер тұр ғой, заказдар. Сондай да болады екен ғой, көп доставкада жұмыс істемегендіктен көп фишкаларды білмейміз дейсің ғой. Новый вокзал жаққа келіп, бірақ Новый вокзалға келіп линияға шықсана, Бургер Кинг берсе закалибал. Мен получить дегенде басқан жоқ. Әкірей қазір қайтадан оралып болсын да. Так. Қараңыздар, қазір сіздерге көрсетейін. Нам бәрі нормально, Түркістан 38, Достыққа, Кунаева, Чингис Айтмат, мынау Сұлтау деген бір подозрение бар ше, мына мұныру адресқа бір жері бар емес па деп. Забрал посылку. Давай. Забрал посылку. Ладно, арада азайып отыр екен ғой. Забрал посылку. Бұл Түркістан 28-ге барамыз. Маршрутымыз. Көрейікші точка бар. Міне мынау. 1, 2, 3, 4. Қайда 5-шісі? 5-шісі көрінбейді ғой. Так, Кунаева. Достық бір Кунаевамыз жоқ қой мұнда. Маршрутта. Кунаева. 1, 2, 3, 4. 5 менде. Кунаева, Сұлтау, Чингис Айтматова. Достық бір деген мұнда жоқ. Достар, достық бір неге жоқ болып кетті? Осындай бір не болып кетті ғой. Көрейік арғы не болып жатыр, барып бере берейік. Достар, жаңағы заказды аяқтадым. Бір дәрі менде қалып қалды, апарып беру керек. Бір жол жөнекей болса апарып береміз как-нибудь. Менің кінәм жоқ онда.
жаңа получить деп бастым ғой, сонда біреу отмена беріп тастады ғой деймін сол кезде. Сонда мен 4 адреске алып келдім, жаңа достық бірдегі адрес болмады. Жаңа аяқтаған кезде достар код сұрады да, код теріп содан аяқталып кетті жаңағы алатын кісінің үйінің алдында. Сонымен сұрамадым сіздерге. 4500 теңге деп шығып тұрды. 4500 тағы бір заказ түсті. 4550 баланбай теңге деп шықты. Сонымен 4080 теңге шықты. Сол бір заказсыз 4080 теңге баға шықты. Безналмен төленді. 4 врученияға есептелді. 11-11-де кетіп едім сол жақтан. Қазір 12:35-те тапсырдым. Сонда 1 сағат 14 минут. 1 сағат 20 минут текш. 1 сағат 20 минут кетті уақыт. 1 сағат 24 минут. 1 сағат 24 минут 4000 теңге. Қалай ойлайсыздар, пікірлеріңіз, қалтаңыздар тиімді ма, тиімсіз ба? Мен ойымша тиімсіз. Жаңа 1700-ден 2 заказбен. Білмеймін енді, өздеріңіз шешіңіздер. Менің ойым енді как-то 50 на 50 деген сияқты. Тиімді да, тиімсіз де. Бірақ 4 врученияға саналды. Андай врученияның цельдері жақсы баға болса ғой, бір 10 мың, 15 мың, 25 врученияға 6000 теңге деген аздау болып тұрды. Содан бүгін енді жаңа қазір тағы да түсіп отыр маған немен 2 адреспен ба, 3 адреспен. Бірақ 3 бөлек жерден 3 бөлек жерге апарасың. Общий менде 9 вручение болып тұр, 12-ден 40 кетті. Көреміз енді. Бүгін барлық заказдарды орындайық. Кеше пропускать етіп едік. Көбін сондай барды. Бүгін орындайық. Вручениемен қандай табыс болды екен. Бүгін мен сағат сол 3:30-да қызымды биден алып кету керекпін. Сағат сол 7-лерде аяқтаймыз мен амды. Сол 12 сағаттай болатын шығар жұмыс деген. Сонымен қандай табыс? Мүмкін 10 сағат. Кеше 10 сағат жұмыс істедік, бүгін де 10 сағат жұмыс істейік. Сол табысымызды салыстыратын болайық. Ерте шыққанның пайдасы бар ма екен? Солай достар. Ал кеттік, ары қарай мен заказдарымды орындай берейін. Достар, 62 километр, білмеймін, 58 километр болған достар. Сағат 12:30 десек, 4,5 сағат неге мен есептеп отырмын деп ойлайсыздар. Өйткені есіме түсті роликтің басында 10 мың теңгені қай уақытта табам деген доставкада сағат 8-ден бастап. Міне достар, 10 мың теңгені, таза 10 мың теңгені 4,5 сағатта табуға болады екен доставкада. Міне осындай роликті аяқтау керек па, білмей тұрмын. Камерада не жетпейді. Сонымен достар, бірақ скриншотпен қоям бүгінгі қанша істейтінімді. Мысалы, кешегі ролик бар, сіздер көрген, осыдан 21500 таптым. Ол видеоролик арнада уже бар шығар, сіздер көрдіңіздер. Енді мынау да шығып жатыр. Осындай достар, мен сағат 8-ден бастап 12:30-ға дейін 10 мың теңге таза таптық. Бұл ары қарай істей беруге болады. Негізі доставка мен таксимен екеуінің табысы бірдей достар. Қанша айырмашылық іздегенмен, қайсы тиімді, не тиімді деп салыстырғанмен табысы бірдей. Жұмыс түрі әртүрлі. Сол ғана. Доставкада сіздер шығып нетіп жүресіздер, таксиде тек қана отыра бересіздер, адам тасисіздер. Керу кезде мысалы километр жағынан доставкада аз жүресіздер, километр жағынан. Но бірақ уақыт жағынан көп уақыт жұмыс істеу керек, бұл жақсы табыс табу үшін. Таксиде коэффициенті жанса, неден доставкадан артық болып кетуі мүмкін. Сондықтан кім қайсыған бейім, кімге қайсы тариф ұнайды, жұмыс істегенде по душе дейді ғой. Сонда жұмыс істей беру керек, никуда не оглядываться, и табысыңыз жоғары болады. Табысы жоғары болу үшін стабильность керек. Күнде бір уақытта жұмысқа шығу керек, ерте жұмысты бастау керек. Сол айтарым осымен аяқтайық достар. Барлықтарыңызға рахмет. Арнаға тіркеліп лайк басып қойыңыздар. Маған үлкен мотивация болады. Сіздердің лайктарыңыз сіздерге түк емес. Бұл YouTube сіздің лайкыңызды көріп, осы видеоны әсер етеді, ары қарай басқа адамдарға көрсетуге продвигать етеді осы роликті. Сондықтан лайк басып қойыңыздар, өте маңызды пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Осында әдемі бейнероликтер. Мұнда алдыңғы бейнеролигім тұрады, астында алдыңғы бейнеролик тұрады, мұнда бір жаңа ролик арнадағы. Сол, барлықтарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар ағайын.